Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Өте бір сәт шыққан болатын Құдайбергенов. Медет асықпай доппен Бөрібай ұлында қақпасынан шығарды. Құдайбергеновтың алыстан бақтаған соққысы және гол! Шымкент дәл осылай есеп ашқанда көріп отырмыз. Қуаныш Тұрдыбек бұл жерде қателеспесе голдың авторы Алталғат Өтепбергенов. Қателік жасап қойғанда байқадық, допты дәл осы өткізіп алды. Дәл солай Қуаныш Тұрдыбек. Бүгінгі ойындағы алғашқы голдың авторы алыстан Медет Құдайбергеновтың жойқын соққысы. Қуаныш Тұрдыбектің бұтынан дөп өтіп кеткен екен және қақпаға онсыз да кіріп бара жатқан допты. Яғни екі рет топқа ойнап кетті. Бір сәтте Атыраудың шабуылы Бөрібай өз орнында жылдам қарта шабуылға мүмкіндік бар. Доп Шымкент ойыншыларында қақпа қарай соққы және гол! 2-0 есеп, әдемі қарымта шабуылға шығып кеткенде көріп отырмыз. Мүмкіндігін әдемі қолданған. Ол қайтадан Қуаныш Тұрдыбек. Дубль автор атанып отыр. Қуаныш, міне көрдіңіздер, сол аяғына туралап алды. Өтепбергеновтың аяғының қасынан жойқын соққы бағыттаған болатын. Сол аяғының Талғат бұл допқа қанша жерден ұмтылғанымен ештеңе жасай алмады. Қуаныш Тұрдыбек маусымдағы бір сәтте төрешінің ысқырығы Алисын. Оның қарсыласы Бөрібайұлы. Қақпа қарай соққы және гол. Гол, Бөрібайұлы қанша жерден тырысқанымен допты қағып үлгергенмен, бірақ Алисының соққысы тым жойқын болды. Есеп 2-1 Атырау. Дәл осы бірінші тайм барысында бір голды қайтарып алғанда көріп отырмыз. Алисінің соққысы Бөрібайұлы ұмтылған еді және Атыраудың үздік сұрмергені Алисын Тайлан маусымдағы өзінің 16-шы голын соғып отыр. Және жеке дара көш бастады. Бұған дейін бұл 21-ші тур аясындағы ойын Қазақстан чемпионаты Шымкент пен Атырау арасындағы және бірінші таймнан кейінгі есеп 2-1, екінші таймда бірден атыраулықтардың шабуылы және есеп 2-2. 12 секунд ішінде Атырау әдемі есепті теңестірді. Алисыннан пас алған Сәлімжановтың дәл осылай керемет соққы бағыттап есепті теңестіріп отқанда көріп отырмыз. Данияр Сәлімжанов не назарларыңызда есепті 2-2 қылды. Бұны қараңыздар, Алисынның қандай ғаламат пасы Сәлімжановта әдемі ашылып. Амандықов солға қарай доп жеткізді. Қайыржановтың мүмкіндігі соққы және гол. Дәл осылай Қайыржанов. Азат Қайыржановтың соққысын көрдіңіздер, алыстан жойқын соққы бағыттады. Бөрібайұлы қорғаған қақпаны дәл көздеді және есепті 3-2 қылып отыр Қайыржанов. Ешқандай мүмкіндік қалмаған еді. Азат Қайыржанов маусымдағы екінші голын дәл осылай соғып отқанда көріп. Және осы жеңістің арқасында лайф кестеде енді. Жеңісті бәлі толыққанда айта алмаймыз. Лайф кестеде 3-ші орынға шыққанда айтымыз келіп тұр. Ақтөбені озып тұр. Ал қазір керемет соққы және гол. Есепті осылай 4-2 қылып тастады Атырау ойыншылары. Ал голдың авторы Рамазан Бейсенбайұлы. Рамазан жаңадан бері шабуылға шығып, Рамазан жаңадан бері көп мүмкіндік жасап, өзінің бір ұрымтал сәттерін іздеп жүрген болатын. Ақыр соңында Рамазан дәл осылай соққы бағыттады. Бөрібайұлы аяғымен қайтарам деп ойлаған еді, бірақ топ аяғының астынан өте шықты. Есеп 4-2 Атырау алда. Как по нотам, наверное, есть такое выражение, пожалуй, но самое уместное. Разыграли эту атаку атырауцы. Сонет, да. Арада береде ойнап үлгеріп жүргенін көрдік. Және Атыраудың тағда бір шабуылы. Керемет мүмкіндік. Соққы және гол! Әлімжан Сейтнұр есепті 5-2 қылды. Азат Қайыржановтан пас алған Әлімжан бұл жерде қарсылас қақпасын тағда бір көздеді. Атырау командасының ойыншысы Әлімжанның бұл ойындағы енді. Бұл алғашқы голы ал өте өкінішті. Бөрібайұлының бұтының ортасынан да өтіп кеткен екен.
мұндай голдарды ешбір қақпашы өткізгісі келмейді жалпы, бірақ десек